Қолтықтың тершеңдігін басу үшін 1 шай қасық емен қабығына 1 стақан қайнаған су құйып, оған лимон шырынын қосу керек. Осы тұнбаны мақтаға сіңіріп, қолтықты сүртіп жүрсеңіз, лимон шырыны мен емен қабығының қоспасы тер безінің жұмысын бәсеңдетеді. Осыдан кейін сізден қоланса иісі емес, лимонның хош иісі аңқып тұратын болады. Лимон шырыны мен суды араластырып, дезодорант ретінде қолдансаңыз, оң нәтижесін береді. Онымен қоса жиі терлейтін қолтықты ас содасын сумен араластырып, қолтығыңызды сүртсеңіз, тердің бөлінуін едәуір азаяды. 4-ші тәсіл: 2-3 түйір марганцовканы 1 стақан қайнатылған жылы сумен араластырыңыз. Сумен күніне 3-4 рет қолтығыңызды жуыңыз. Бұл ерітінді қолтықтағы жағымсыз иісті кетіріп, тершеңдікті басады, түктерді жояды.